Сәлем достар, менің арнама қош келіпсіздер. Бүгін сиыр етінен манты пісіреміз. Ол үшін 700 грамм фарш аламыз. Майлы болмаса 100 грамм құйрық май немесе сары май қосамыз. Маргарин да қосуға болады. Одан басқа 2 орташа картоп, 2 пияз және кішкене капуста керек. Бұлардың общий салмағы 700 грамм фаршпен тең-тең. Одан басқа қамыр керек. Қамырды қалай илеу керек? Ссылкасын видеоның астында қалдырамын. Тегешке фаршымызды саламыз. Оған майды саламыз. Картопты ұсақ көбек қылып тураймыз. Міне мынандай көбек. Оны да етке саламыз. Пиязды да ұсақ қылып тураймыз. Тегешімізге апарамыз. Келесі кезекте капустамыз. Капустамызды ұсақ тураймыз. Онда тегешімізге былай саламыз. По вкусу тұз саламыз. 1-2 қасық салам. Одан бізге қара бұрыш саламыз. Енді араластырамыз. Фарштан жасалған салмамыз дайын, начинкамыз дайын. Қамырымызды бірнеше бөлікке бөлеміз. Еземіз осылай. Бірнеше бөлікке бөлеміз. Домалақ қып жайыңыздар, шеңбер қып. Етті саламыз. Ары қарата. Жерін былай ішіне кіргізіп, басамыз. Былай жинап басамыз. Бүгін мен осы сияқты манты жасағым келді. Дайындап алған фаршымызды саламыз. Мына жақ шетін былай қысамыз. Екі жақ шетінен былай жинап алып қосамыз. Тағы да бір рет жинаймыз міне былай. Газға суды қойып қойдық. Мантываркаға мантыларымызды саламыз. Суымыз қайнады. Қамызды қойдық. Етін жабамыз. 45 минут пісірамыз. Міне мантымыз дайын. Қарағандарыңызға рахмет. Егер видео ұнаса лайк басыңыздар, каналыма жазылыңыздар. Сау болыңыздар.